Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум, досым, қалың қалай? Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз дұға бізге не үшін керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Білгеніміздей, әрбір дәрісімізді, әрбір ісімізді Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастасақ, ол істе сондай берекет, Алланың разылығы, Алланың рахымы, Алланың мейірімі болады. Дұға не керек? Дұға бұл адамның Алламен сөйлесуі, Алладан көмек, кешірім және жақсылық сұрауы. Біз дұға арқылы өз тілектерімізді, өз қажетімізді Алладан сұраймыз. Аллах Тағала барлық дұғаларды естиді және құлдарын жақсы көреді. Алладан көмек сұрау үшін кейде бізге көмек керек болып тұрады. Мысалы, сабақты жақсы оқу үшін, ауырғанда шипа сұрау үшін, қорыққанда тыныштық сұрау үшін. Осындай кезде біз Аллах Тағалаға жәрдем етіп дұға етеміз. Аллаға шүкір айту үшін Аллаға біз көптеген неғметтер берді. Ата-ана берді, тамақ берді, үй берді, денсаулық берді. Сондықтан да біз Аллаға берген неғметтер үшін оған шүкір айтамыз және шүкір дұғасын жасаймыз. Барлық адамдар қателеседі. Егер қателік жасап қойсаң, «Уа Алла, мені кешірші» деп дұға етеміз. Аллах Тағала шын жүректен кешірім сұраған құлын жақсы көреді және өте кешірімді. Жүрегіміз тыныш болу үшін дұға еткен сайын жүрегіміз тыныштала береді. Өмірімізді жақсы жаққа өзгеріп жатқанын сезінеміз. Өйткені біз Алланың бізге бергенін, бізбен бірге екенін сезінеміз. Біз Аллах Тағалаға жақындау үшін дұға етеміз. Дұға құлдың Аллаға жақындауының ең әдемі жолдарының бірі. Алла Тағала өзінен сұраған құлдарын жақсы көреді. Егер саған бір нәрсе керек болса, сен ата-анаңнан сұрайсың ғой. Ал барлық нәрсенің иесі Алла. Сондықтан да біз ең алдымен Алладан сұрау керекпіз. Біз қашан дұға жасау керекпіз? Таң ертең, кешке, намаздан кейін, тамақ ішер алдын, тамақ ішкеннен кейін, ұйықтар алдында, кез келген уақытта дұға етуге болады. Әрине, Аллах Тағала дұғаларды толығымен естиді және де толығымен қабыл етеді. Досым, мен саған сұрақ қойайын. Дұға дегеніміз не? Біз дұғаны не үшін жасаймыз? Қателескен кезде біз не жасау керекпіз? Дұға жүрекке не береді? Сен қандай дұғаларды білесің? Досым, дұға мұсылманның ең күшті қаруы. Біз дұға арқылы Алладан жәрдем, көмек сұраймыз, шүкір айтамыз, кешірім тілейміз. Аллах Тағала күн сайын дұға ететін, Алламен байланысын нығайтатын, күшейтетін ізгі құлдарынан етсін. Аллах Тағала сенің барша дұғаларыңды қабыл етсін. Ассаламу алейкум.